Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Мен міне өзімнің сүйікті бақшама келе жатырмын. Мамамның маниналары деп тоғжан айтпақшы. Менің арнамнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Мен бүгін өздеріңіз білесіздер, мен сарымсақтарымды кесіп тастағам. Міне қандай күшті болып, бәрі өсті. Өстіп, бақшадағыңыздағы көк сарымсақтарды кесіп тастасаңыздар болады. Менің көрермендерім, мен бүгін бір грядка бізде қызылша. Осы қызылшаның жапырақтарын кесемін. Ал ендеше, менімен бірге болыңыздар. Мұның жапырақтарын үстіне тастап кетемін. Өйткені біз келген кешекті су құйылмаса, олар қурап кетеді. Биыл мына свеклалардың бәрін дулат отырғызды ғой. Міне қараңыздаршы, қандай үлкен болып өскен. Міне бір түпті пәленбай болып тұр. Көрермендерім, мына свекла, мысалы қараңыздар, қандай үлкен болған. Оның жапырағы қажет емес. Көп тастаймын. Бірақ өстіп бетіне салып кетем. Өйткені ылғал ұстап кетсін кішкене. Биыл жаңбыр көп болды. Пайдасы керемет болды жаңбыр. Өстіп бүкіл қызылшаларды кесіп, қазір күндеген далада 30 пәленбай градус болып тұр. Мына жерде жұмыс істеу невозможно. Мен сіздерге осылайынан жай ғана көрсетіп жатырмын. Бұл бір грядка свекла. Мен енді кішкене осы жерін ғана кестім. Сіздермен бірге әдеттегідей Ардақ Әлбековна, менің арнамнан алыстамай, менің пайдалы кеңестер аккаунтымен бірге болыңыздар. Алматы 68 километр. Кеше Қапшағайға кіргенде 69 километр Алматы деп тұрды. 1 километр қаланың ортасы ма сонда? Қонайып кетеді. Неше километр жүреміз қазір? 50 километр былай болып қалуы қазір. Бір конец қанша километр? 50. 100 километр жүріп келеміз бе қазір? Ойбай. 100 километр жүріп, қазір үйге суға келеміз екен. Қазір суға барған кезде видеомды жалғастырамын. Мен бірге болыңыздар. Міне біз осындай суға келдік. Бұл енді Қапшағайдан 50 километр екен. Осы жерден шығып жатқан таза су. Мына жерде міне сұп-суық балалар түсіп жатыр. Енді көрейін деп тұрмын. Суықтығы қанша екен? Ау! Сұп-суық су екен. Міне ағып жатыр су. Осы таза судан алып, Біржан отбасына апарады екен. Міне, Алматы қаласының шетінде, мынандай шлангыдан ағады екен ғой. Бөшкелерің болатын ғой. Міне, Біржанмен берік су алып жатыр. Қандай күшті. Бұл сонда енді табиғи таза жерден шығып жатқан су ғой енді, 100 метрден. Таза табиғи 100 метрден шығып жатқан су ғой. Таза табиғи 100 метрден шығып жатқан таза су міне. Бұл кісілер енді Қапшағайдың мынандай су хлорланған, ондай суын тамаққа, шайға пайдаланбайды екен. Оны саяқ жуғанға ғана. Ал енді осыны аптасына бір рет өстіп үйлеріне апарып алып, шайға, тамаққа пайдаланады екен. Шәйнектің түбіне қатпайды. Шәйнектің түбіне қатпайды. Жолда жүргенде де осы судан құйып алады екен. Сұп-суық па? Тас па екен? Қандай күшті.
Сендер мені тастап кетем дейсіңдер. Ана сонда мынау ағып жатыр ғой, ана бассейн сияқтыға. Тура осы, иә? Осы ғой. Мә. Міне қандай керемет. Міне мына су, міне балалар түсіп жатыр. Апа. Міне мына су. Қалай күшті, міне балалар түсіп жатыр. Табиғаты да жақсы жер екен мына жер. Міне, мен сіздерге айттым, иә, менің арнамнан алыстамаңыздар. Міне бүгін осындай керемет жерге келдік. Ардақ Әлбекованың арнасынан алыстамасаңыздар, одан да жақсы контенттермен таныстыратын боламын сіздерді. Мынаған тура шешініп, өзінде түскім келіп тұр. Қандай керемет. Тереңдігі 100 метрден ағып жатқан, міне артезиан суында. Мына су деген сұп-сұқ, мына балалар түсіп жатқан ай, міне. Қандай керемет бір жер екен мына жер.